Көріңіздер, хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Демалыс күндері Астана мен Алматыда ауа райы қандай болады? Алда күндері Астана мен Алматыда құбылмалы ауа райы сақталады, жауын-шашын мен бұршақ күтіледі. Қазгидромет синоптиктері 6-8 маусымға арналған ауа райы болжамын ұсынады. Астанада ауа райы қандай болады? 6 маусымда елордада ауыспалы бұлтты ауа райы күтіледі, жауын-шашын болмайды. Ауа райы жайлы, жауын-шашынсыз болады. 7 маусымда да ауыспалы бұлт шығады, күндіз жаңбыр, найзағай болады. Демалыс күндерінің басымен жаңбыр мен найзағаймен басталуы мүмкін. 8 маусымда ауыспалы бұлтты, кей уақытта қатты жаңбыр, найзағай, күндіз бұршақ жауы мүмкін. Жексенбі күні бұршақ жауы ықтимал. Алматыда ауа райы болжамы. 6 маусымда синоптиктер ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз күн болатынын болжайды. Оңтүстік Астанада шуақты ауа райы сақталады. 7 маусымда ауыспалы бұлтты, күндіз өткінші жаңбыр, найзағай күтіледі. Демалыс жаңбырмен басталуы мүмкін. 8 маусымда ауыспалы бұлт, өткінші жаңбыр, найзағай. Жексенбіде жаңбыр мен найзағай жалғасады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.